Тамыры тереңде жатқан Шорнақ шежірелі тарихтың куәсі Түркістанның жүрегінде орналасқан киелі мекен. Мұнда ғасырлары бойы ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан дәстүр мен жаңашылдық үйлесім тапқан. Ауаның тазалығы мен табиғаттың сұлулығы, адамдардың берекесі, осының бәрі біздің Шорнақтың ажырамас бөлігі. Киелі топыраққа табан тіреген жанның жолы болады деген дана сөз бекер айтылмаса керек. Бұл біздің ауыл, біздің мақтаныш. Шорнақ мұнарасы 2022 жылы салынған жаңа тарихи ескерткіш, біздің ауылдың көркі. Бұл мұнара қазақ халқының мәдени мұрасын насихаттап, сәулет өнерінің бірегей үлгісі ретінде танымал. Мұнараның жанында біздің Шорнақ ауылымыздың төлқұжаты орналасқан. Мұнда қарайтын болсақ, бізде халық саны 13 мыңнан асады және де жанұя саны 2195. Сонымен қатар қазақ ұлт өкілдері бізде 6 мыңнан асады және де өзбек ұлт өкілдері 7115. Мұнда келетін болсақ, жалпы жер көлемі, біздің ауылдың жалпы жер көлемі 49 мың гектардан асады. Және де мектептер бізде 5 және балабақшалар саны бізде 6. Шорнақ ауылындағы мәдениет үйі ауылдың мәдениеті мен дәстүрлерін сақтап, дамытуға арналған маңызды орталық. Мұнда әртүрлі іс-шаралар, өнер кештері, көрмелер мен фестивальдер өткізіледі. Мәдениет үйі жастар мен балаларға арналған үйірмелерді ұйымдастыру арқылы шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Ауыл тұрғындары үшін бұл мекеме мәдени байланыстарды нығайту, бірлік ынтымақтастықты арттырудың маңызды жері. Ал бұл Шорнақ мектебі. Қазіргі таңда Ахмет Байтұрсынов жалпы білім беру мектебі деп аталынады. Біздің біліміміздің негізгі қаланған қасиетті орын. Қазіргі таңда мектепте 700-ге жуық оқушы білім алып жатыр. Шорнақ мектебінің оқушылары республикалық деңгейдегі олимпиадаларда 50-ге жуық жүлделі орындарды иеленіп, өздерінің білімдерін дәлелдеді. Бұл мектеп болашақта да талай түлекті тәрбиелеп, еліміздің көркеюіне өз үлесін қосатын азаматтарды даярлайтынына сенімдеміз. Тұрсынхан Айтжанов атындағы мектеп ауылымыздың білім саласындағы айрықша орны бар білім ордасы. Мектептің өміршең тарихы талай ұрпаққа білім мен тәрбие берумен байланысты. Осы жылдар ішінде мектептен 4 мыңнан астам түлек шықты. Олардың көбі түрлі салада биік белестерге жетіп, туған жеріне өз үлесін қосуда. 2016 жылы мектеп ғимараты толықтай жаңартылып, оқушыларға заманауи білім беру үшін барлық жағдай жасалған. Бүгінде мектепте 800-ге жуық оқушы білім алуда. Мектептегі оқушылар республикалық және облыстық жарыстарда жоғары жетістіктерге жетіп, 70-тен астам жүлделі орындарға ие болды. Біздің мектептек білім ордасы емес, ауылдың рухани орталығы. Мұнда тәрбиеленген әрбір оқушының болашағы жарқын. Себебі олар өз білімдеріменен қабілеттерін осы еліміздің көркеюіне, гүлденуіне арнайтыны сөзсіз. Бұл біздің ауылымыздағы жаңадан салынып жатқан мектеп. Ауылымыздың болашағына білім нәрін себетін жаңа білім ордасы. Мектеп 2023 жылы бой көтеріп, әлі құрылысын жалғастыруда. Қазіргі заманғы барлық талаптарға сай құрылған. Жоспар бойынша мектеп заманауи технологиялармен жабдықталады, ал бұл ғимарат оқушыларға сапалы білім алуға барынша жағдай жасайды. Шорнақ ауылындағы жаңадан салынған мектеп ауылымыздың көркеюіне, келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына үлес қосатыны маңызды жоба. Бұл мектептен еліміздің болашағын қалыптастыратын көптеген білікті азаматтар шығатынына сенім мол. Эдем жиһаз фабрикасы Шорнақ ауылында орналасқан және Қазақстандағы жетекші жиһаз өндірушілерінің бірі болып табылады. Фабрика заманауи технологиялармен жабдықталған, жоғары сапалы материалдар пайдаланып, әртүрлі жиһаз түрлерін, оның ішінде тұрғын және коммерциялық пайдалануға арналған өнімдер шығарады. Эдем жиһаз фабрикасы стиль мен функционалдылықты біріктіру арқылы тұтынушыларға кең ассортимент ұсынады. Сонымен қатар, фабрика тапсырыс бойынша жиһаз жасау қызметін де ұсынады. Бұл клиенттердің жеке талаптарын ескере отырып, ерекше шешімдер жасауға мүмкіндік береді. Эдем жиһаз фабрикасының Шорнақ ауылына қосқан үлесі оның әлеуметтік-экономикалық дамуына маңызды әсер етеді. Жергілікті тұрғындарға жұмыс орындарын ұсынып, білім мен кәсіпкерлікті дамытуға қолдау көрсетіп, ауылдың инфрақұрылымын жақсарту арқылы фабрика ауылдың тұрақты дамуына үлес қосады. Осылайша Эдем фабрикасы тек өндірістік ұйым ретінде ғана емес, сонымен қатар ауылдың әлеуметтік жауапкершілігі бар серіктесі ретінде де танымал болады. Шорнақ ауылы соңғы жылдары қарқынды дамып келеді. Инфрақұрылымның жаңаруы, жаңа кәсіпорындардың ашылуы және әлеуметтік жобалардың іске асырылуы тұрғындардың өмір сүру сапасын арттырады. Бұл өзгерістер ауыл экономикасын нығайтып, жастарға жұмыс орындарын ұсынып, Шорнақтың болашағын жарқын етеді. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.